Мен Нұрымбетова Шарапат. Мұса алейхиссалам пайғамбар қиссасы. Жырды Кәпір Перғауынның өмірге келуінен бастайын. Ей Алла өзі жаратып 18 мың ғаламда тіршілікті қаратып, уақытқа бөліп заманды, сол уақыт ішінде үлгерген сынап адамды, ақырете береді сынақтан өткен бағамды. Ежелде патша өтіпті адал менен арамды, ішіп қосқан тәкаппар көкірегі қараңғы, сол жайлы болар бұл қиса ұстататын жағаңды. 170 жас жасаған бір қария өтеді, өлерінің шағында әйелі бала күтеді, сол баланың тағдырын айту үшін сиырға ғайыптан тіл бітеді. Ей Мұстап деп бұл сиыр қарт өзіне шақырды, шақырған соң Мұстап қарт жақында барып отырды, тыңдап оған құлақ сап айт деді қарт ақынды, аяғы ауыр әйелің босанады жақында, тулар ұлың тозақтың жанады мәңгі отында. Қалауымен Алланың сиырға солай тіл бітіп, көрместен ұлын кетеді, уайымы ішіне түсіп, әкесін көрмей өседі. Қарт Мұстаптың баласы Уалидте бұған ат қойып, өсірген жалғыз анасы, өскелең жастау кезінен ұсталықты оқытқан ұста шебер ханасы, ол маманды ұнамай баласы болды қарақшы. Ойындар ойнап азартық, тезірек байып алмақшы, анасы қанша айтса да оған құлақ салмапты, тыңдамай жалғыз анасын қайтып оған бармапты. Мені өзім қаласам соны ғана істеймін, азартықтан бас тартып ұсталыққа түспеймін деп анасын тыңдамай шайтани жолмен кетеді, қарақшылық құмарлық жолына толық өтеді. Бір күні Уалид құмарлық ойына салып бар мүлкін ұттырып түбіне жетеді, айырылып қолда барынан тыр жалаңаш қалады, қалғандықтан жалаңаш қашып шығып бұл жерден белгісіз жаққа барады. Бұны көрген көпшілік аң-таң болып қарады. Әл-Қисса. Анасының айтқанына көнбеген Уалид мен өз-өзіме көмекшімін деп өзін солай ататқан, яғни ғауын атанған. Ал азарт ойыннан киімнің барлығынан айырылып жалаңаш қалған кезде қашқан пері атанған. Негізгі өзінің аты тіптен ұмытылып, осыдан бастап ол перғауын атанып кеткен екен. Сол кеткеннен жалаңаш қаңғып біраз жүреді, уақыт өтіп арадан үйіне қайта келеді, үлкейіп қалған анасын ауласынан көреді. Ана байғұс жан ашып, ей балам ау мен айтқан болсайшы ұста деп еді, жоқ деп әлгі перғауын айтқанына көнбеді. Мен өзіме көмекші атанған жанмын әу бастан, әй деп қайталай береді, тәкаппарлықпен баяғы өз-өзіне сенеді. Біраздан соң ойланып сауда жасап талабы, базарға барып көрсем деп ақылына салады. Бар болғаны өзінде бір-ақ дирхам болады, сол ақшаға алқаптан қауын сатып алады. Апарып оны базарға сатпақшы болып тұрады, орнының құны 1 дирхам деп базарком сұрады. Қалай саған 1 дирхам беремін деп перғауын базаркомнан сұрады. Әй, мендегі барлық қауыным 1-ақ дирхам тұрады, дегенде салық жинаушы бізде закон солай деп салығын қайта сұрады. Осыдан соң перғауын базарды тастап шығады. Бұл іс маған келмеді деп тәкаппар қол сілтеп қарақшылық қылады. Базардан кетіп перғауын Египетті аралап, ұрлық жасап әр жерден қарақшы болып тонамақ, имансыз кәпір атанып жүреді солай жағалап. Соңынан түсіп сақшылар ұстады оны қамалап, отырғызды түрмеге уақыт кесіп қаралап. Әл-Қисса.
Осы ұсталғанынан қарақшы Пирғауын біраз жыл түрмеге тоғытылады. Босанып шығып, енді не істесем екен деп жүрген кезде бір тайпа басшысының аты қашып, оны ұстап апарып береді. Бұл тайпа басшысының баласы болмағандықтан маған бала болып қалсайшы деп айтып жатқан жер еді. Тоғытылып біраз жыл шыққаннан соң түрмеден таза ауамен ол жақта бұлай еркін жүрмеген. Сыртқа шығып серуендеп жүрген кезде бір жылқы қасына келеді жайменен. Бұндай сұлу тұлпарды тіпті бұрын көрмеген. Көріп сұлу жылқыға қолын созып кел деген. Жетіп келді жануар бұрын адам қолынан. Тұлпар екен жемшеген. Ұстап оны Пирғауын, ұстап оны Пирғауын, ноқтасын түзеп жөндеген. Жүгенің салып тұр ұстап, секіріп мініп үстіне. Көптен атқа мінбеген, мініп көрсе тұлпарға мінін оның көрмеген. Мұндай тұлпар әшейін адамдар мініп жүрмеген. Не болса да иесін тапқаны менің жөндеген. Бұның есі жай адам болса егер Пирғауын, олар мекен келмеген. Тауып алып иесін, сіздің тұлпарыңызды алып мұнда келгенем. Дегенде тайпа басшысы, ризамын саған мен деген. Қонақ болып үйімде, қонақ болып үйімде, бірнеше күн бол деген. Байлығын сезген Пирғауын, дәулеті оның көлденең екенін біліп қарақшы бір күн деді емденем. Жалғыз басты бұл кісі соңына бала ермеген. 2-3 күн болып үйінде шаруасын жасап көреді. Бұл тайпаның басшысы балаға толық сенеді. Сенге сон тартып өзіне бала бол деп осы үйге нетін айта береді. Пирғауынға осы сөз болып тұр еді керегі. Тұр көрсетіп әуелі келісіп сосын көнеді. Бір жылдан соң иесі ажалы жетіп өледі. Осылайша бұл кісінің бар байлығына ие болып қалған Пирғауын анасына барып, мен өз-өзімді бағаламын, мен баймын деп көңілін қалдырады. Осы байлықты ұстап тұру үшін тағы да бір іс істемек болып, адамдарды жерлейтін жерді сатып, одан пайда көре бастайды. Бұл жерді сатуға патшаның үкімі бар деп жалған айтып, әңгіме тарата бастайды. Аяқ асты Пирғауын, аяқ асты Пирғауын, не болады байлыққа, кеше ғана болатын, асты тесік қайықта, шыға келді шіреніп, кедейліктен бай жақа. Оны көрген көпшілік, куә бәрі айғаққа. Болып жатқан бұл жағдай Египет жақ аймақта. Қолына түскен дәулеттен қалмау үшін айрылып, адамдарды жерлейтін тегін жерді сатады. Жарнамасын сай қылып, ақша алу өлгеннен емес еді жай қылып. Өзінің есі-ісіне қанып безер Пирғауын, отырмады қайғырып, күндердің күні болғанда. Патшаның қызы өледі, жерлеу үшін зияраттың басына уәзір келеді. Уәзір келсе молаға жердің есін көреді. Аң-таң болған уәзір мына сұмдық не деді. Бұның уәзір екенін Пирғауын кәпір білмеді. Адам жатар бұл орын, ақша тұрады деп еді. Әлқисса, осы елді басқарып отырған Египет патшасы өз елінде өз қызын жеретін жерді сатып алғанын естігенде, Пирғауынға ашуланып оны өлтіруге бұйрық береді. Бірақ пара алатын естіген Пирғауын оған райынан қайтаратындай есепсіз көп ақша беріп аман қалады.
Бұл әңгіме басқа елдерге тарап кетпес үшін патша Перғауынды өзіне шақыртып алып жатқан жер еді. Патша пара алғасын барынша ізін жасырды, тарамау үшін әңгіме Перғауынды шақырды. Келген соң Перғауынға кір деп есік ашады, қызмет беріп беделді аузын оның басады. Күзететін патшаны басшы қылды сарайға, басшы болып алғасын өзін төмен санайма. Шаруамен келген халыққа Перғауын енді қарайма, шашал десе басалып, келген елді кіргізбей жолатпай қойды маңайға. Бір күні патша түс көріп, түсінде жаман іс көріп, жорытуға бұл түсін шықты сыртқа күш бөліп. Сәуеге іздеп баруды патша анық жөн көріп, жолшыбай шыққан бұл патша Перғауынды көреді. Көргеннен соң патшаны сәлемдеп көңіл бөледі. Перғауынға сол жерде түсімде шаян шақты деп өз түсін айтып береді. Сол түсімнің некенін жорытуға шықтым деп еді. Перғауын тұрып сол жерде қылышпенен ұрып береді. Патшаның басы домалап, көрсетіп құла бөледі. Патшаның мініп атына Перғауын таққа келеді. Келіп патша тағына, тәжісін киіп басына, таққа отырған жер еді. Ендігі жерде Мысырдың патшасы мына мен деді аяу. Әлқиссам, патшаны өлтіріп таққа отырған Перғауын жанындағы уәзірлердің барлығын шақыртып, болған жағдайды ешкімге айтпауды ескертіп, оларға сый-сияпат жасайды. Өзінің жауыздығымен таққа отырып, патшалықты әрі қарай жалғастырады. Осы кезде бірінші оған Іблис шайтан келетін, ал келесі келген көмекшісі Хаман болатын. Келе сала Іблис оған Құдай сенсің деді. Осыдан бастап жанындағы сиқыршы мен бал ашатындардың барлығы оны Құдай деп халыққа есіртті. Басталды азғын шайтанның азғыруы адамды, Перғауын таққа мінгесін байқады халық жаманды. Қаты кезің ісінен болмасын дұрыс заманды, өзін Құдай санаған шайтанға ерген қараңғы. Мысыр елі ішінде Алланы танып жүргенді Перғауын жаман сабады. Ей құдайларың менде бол, халыққа жарлық салады. Сол кезде Іблис құмалғын Перғауындай ақмақты сөзінен ұстап алады. Мүсініңді тұрғыз деп Құдайсың деп қалады. Мақтаны болған Перғауын шайтанға толық нанады. Тас мүсінін тұрғызып орталыққа қояды. Алла бір деп білгенін бәрін ұрып соғады. Ей қайтпағандарын дінінен төбесін ұрып ұяды. Шайтанға ерген Перғауын ханға әбден туяды. Иманы бардың барлығын жер бетінен жояды. Өзін Құдай санаған қатыгездікпен Перғауын қаланы қанға боянды. Табындырмай мүсінге халықты тыныш қоймады аяу. Әлқиссам, осылайша Алланы танығандардың барлығын өлтіріп, өз мүсініне табындырып, халықты құлдыққа ұстады. Жырды әрі қарай жалғастыра келсек, Перғауынның әйелі Әсия жайында болмақ. Әсия анасының құрсағында болған кезде әкесі Мұзахим түс көріп, түсінде арқасынан тал өсіп, сол талдың бұтағына қара қарға қонып, бұтағын тұмсығымен шұқып, сонда қара қарға былай деп сөйлеп жатқан жер еді. Бір күні жатып Мұзахим, ұйықтап жатып түс көрді. Түсінде адам сенгісіз бір шатырмын үс көрді. Арқасына тал өсіп, бұтақ жайып көгерді. Қарға қонып сол талға, рахатқа көленді. Қарға талға қонғасын, отырған жерін шұқиды. Менің ғана талым деп, жан жағына айқайлап, шұқуға мені құқылы деп жатқанда Мұзахим оянып ол кетеді. Жауап таппай түсіне жоруға амал етеді. Сәуегейлер
жерді аралап сөйтіп түсін шешеді. Сонда айтқаны бақсының жақында қызды боласың, мәз болып оған қуанып көтеріп оны аласың. Ал тағдыры қызыңның байланысты кәпірмен, ол алласын танитын, шешетін бәрін ақылмен. Жетіктіктен өледі, ажалы жетіп кәпірден, әкесінің бұл түсі жауабы мынау әкелген. Айдай ай, айдай ай, айдай ай, айдай ай. Әл-Қисса осы түсті жорып келгесін көп ұзамай Мұзахим қызды болады. Қызының атын Әсия деп қояды. Бір күні жасы 20-ға толған Әсияның алақанына әдемі құс келіп қонады. Қонған құсқа Алланың қалауымен тіл бітіп, Әсияның алақанына інжу тас салып, былай деп айтып жатқан жер еді. Інжу тас әкеп бұлбұл құс алақанына салады, Әсия, Әсия дегенде оған қарады. Қалауымен Алланың бұлбұл құс бұлай сайрады. Мына інжу жасыл түс болғанын сен көресің, тұрмысқа шығып сол кезде ұяңнан ұшып өресің. Ал қызыл түске енгенде шет болып өмірден ажалың жетіп өлесің. Деді де бұлбұл ғайып боп алақанынан ұшады, қолында қалған інжуді Әсия қатты қысады. Бұл Алланың тікелей уахиына ұқсайды. Деді де сұлу Әсия үйіне қарай кіреді, қолындағы інжуде жасыл түске енеді. Көп ұзамай үйіне құда түсіп келеді, осы үйде сұлу қыз барын Фирғауын кәпір біледі. Әл-Қисса Мұзахимнің сұлу қызы бар екенін біліп, кәпір Фирғауын үйіне құдалар жібереді. Оларға келіспей әкесі қарсы болады. Фирғауынның қарсы болған үшін қатаң жаза бар екенін келген құдалар ескертті. Бұны естіп Әсия да қарсы болады. Амалының жоқтығынан қызына берген қалың малына риза болып әкесі келіседі. Діні басқа болса да Әсия да келісіп жатқан жер еді. Үйде бір сұлу қыз барын кәпір біледі. Келгенде үйге құдалар әкесі көріп шошынып, өзгерді қатты кескіні. Ойға шомып сол кезде арманда бәке ескіні. Бұрынғы өткен патшадан болмап еді ешміні, қазіргі тұрған патшадан көрмей тұр ондай тектіні. Келісілгесін қу кәпір нөкерімен келеді, алтын күміс қалың мал Әсияға береді. Мұзахим қартың амалсыз айтқанына көнеді, келіп кәпір әкесін өзінен төмен санады. Амалсыздан Әсия оларға еріп барады, той қылып Мысырда малдарын әкеп шалады. Патшаға лайық той жасау уақытында тарады. Әсия мен оңаша болмақ болған талабы, осы кезде Әсия есіне алды Алланы. Дұға жасап өзіне орындалды арманы. Басынан бастап бұл кәпір әйеліне жарамай, тіптен тисе алмады. Жақындамақ түгілі болмады тіпті салмағы. Әл-Қисса Алла Әсияның тілеген дұғасын қабыл етіп, Фирғауын еркектік қасиеттен мүлдем қалды делінген. Бір күні кәпір Фирғауын төсегінде жатқан кезде бір дауысты естиді. Ей Фирғауын, Исраилдің ұрпағынан бір ұл өмірге келеді. Ол сенің тағыңды тартып алады дегенде қатты шошынады. Қасында жатқан Әсиядан сұрайды. Сен де естідің бе мына дауысты дегенде, иә, мен де естідім дейді. Арадан аз уақыт өтіп тағы да кәпір түс көреді. Дауыстан кәпір шошынып, жаңғыртып қатты естілген, мына дауыс анық айтылды. Естігенде ес білген кәпір қорқып сол кезде Әсиядан сұрады. Естідің бе мына дауысты дегенде Әсия анамыз, я деді естіп құлағым. Одан сайын шошынып орнынан атып тұрады. Көзіне көрінбегесін
айыпқа не қылады? Бір күні жатып тағы да түс көріп кәпір шығады. Ол түсі тіпті сорақы одан сайын қозғады. Арыстан мінген жас жігіт қолындағы темірмен басынан оның құлады. Сол кезде кәпір перғауын тағынан төмен құлады. Аяғынан алды да теңізге оны лақтырып тереңіне тығады. Сол кезде кәпір оянып қорыққанын ұғады. Өз түсінен зәресі қалмай қорыққан перғауын тағы да түс шорушыларды шақыртып, оған болған жағдайда айтып, жоруды тапсырады. Түс шорушылар ақылдасуға уақыт сұрайды. Ақылдаса келе оның түсі тағынан түсіп, өлетінін білсе де оған айтуға қорқып, бұл түс шайтаннан еш қатысы жоқ деп өтірік айтып жатқан жер еді. Шындығын түстің айтуға сәуегейлер қорықты, перғауынды өлтірер, анық біреу келерін өзара солай жорыпты. Бұл кәпірден сескеніп, өтірік бұлар айтады, шайтани түсте бәшейін үйлеріне қайтады. Ертеңіне тағы да көреді кәпір сол түсті, әлгі бала тағы да көрсеті келіп бір күшті. Одан тағы жас бала жұлқып сұрайды, патшалардың патшасы танимысың құдайды? Дегенде кәпір перғауын тағы да төмен құлады. Әлі бітіп кәпірдің ұзынынан сұлайды, жан-жағы жанған жалын от ортада суға тұншықты. Қанат бітіп әсия қалықтап көктен бір шықты, періште дерсің шіркінді көтерілген жанатқа. Ал қалды кәпір су асты, жан-жағы жанған жан отта, оянды шошы балақтап бақырды тұра жан-жаққа. Өз түсінен зәресі қалмай қорыққан перғауын тағы да түс шорушыларды шақыртып алып жатқан жер еді. Түсінен шошып өзінің қорқып тұрды ұйқыдан, жан-жағына жинады сәуегейлерді бұл ұлам. Түсімді жорып берің деп бұларға талап қояды. Шындығын айтып беруге уайымдары баяғы, қорықса да ішінен шындығын айтып беруге біреуі бел байлады. Анығын кәпір білгенше қаны да әбден қайнады. Сол кезде тұрып әлгі адам тайсалмай оған сайрады. Әй, бір бала келер өмірге, тағыңды сенің алуға, ол Алланың елшісі лайықты болуға. Деді де түсін жорушы, қорқа соқтап кәпірден рұқсат сұрады баруға. Маза кетіп патшадан үші күйіп жанудан, әмір берді содан соң бөгде адамдар шықсын деп тек уәзірі қалуға. Әй, ер бала келсе өмірге, бірін тірі қалдырмай құрбандыққа шалуға. Бұйрық берді содан соң жүкті әйелді аңдуға. Ер бала келсе өмірге, бірден басын шалуға. Исраилдықтар оны естіп қорықты сыртқа шығуға. Көмекшісі өзінің Имран еді есімі, бұл жарлығын патшаның ол анық естіді. Әйелінің аяғы ауыр еді сол кезде, өзгерді содан кескіні. Қалауымен Алланың Имранның әйелі аман есен өткен ая. Әлқисам, осылайша кәпір перғауын сол жылы 12 000 бала өлтірген деседі. Бір деректерде 70 000 бала өлтірген делінген. Бұл кәпір перғауынның ісін сөзбен жеткізу мүмкін емес еді. Қаншама аналардың көз жасы жерге төгілді. Уәзірлердің біреуі, уа патшам, бүйте берсек біз еркек кіндіктен қаламыз дейді. Онда арасына 1 жыл салып өлтіріңдер деп үкім береді. Перғауынның сенімді адамы еді Имран, балаларды қыруға
сенімділерге тапсырған, түсінен қорқып өзінің мыңдаған бала өлтіріп, аямастан ол қырған, ата-аналардың көз жасын қарамастан көл қылған, ер балаларын өлтіріп, сол жылы бәрін нөл қылған, уәзірлердің біреуі патшаға келіп айтады: өлтіре берсек сәбиді, ұрпақ әрі жалғаспай, біздерге қауіп төнеді, жұмсайтын ертең құлға алмас дегенде кәпір Фирғауын бұлайша жауап береді: бір жыл салып араға, өлтіріңдер сәбиді, ал сол жылы бала қалдырмай тексеріңдер әриді, келесі жылы туылған ер балдарға тимеңдер, сол әрине құлдықтың кебінің болған кигендер. Құдай оңдап сол жылы Харун келді өмірге, ата-анасында Харунның болмады уайым көңілінде, келесі жылы өлтіру берілді үкім сәбиге, сол жылы Мұса пайғамбар дүниеге келеді. Уәзірлікті атқарған ол Имран ұл еді, анасы байғұс шырылдап уайымдап жүреді, тірі жанға сездірмей ұлына өмір тіледі, өзіне жақын жанашыр босанар күні бір әйел сезгенде үйіне келеді, босандырып баланы әйеліне Имранның қолына әкеп береді. Маңдайдағы Мұсаның пайғамбарлық мөреді, босандырған бұл әйел мөрді көзбен көреді, таңғалып қатты жарықтан қатты көңіл бөледі, анасына сол кезде тапсырған осы жер еді. Әл-Қисса. Бұл баланың маңдайындағы пайғамбарлық мөрді сезген медбике әйел сақ болуды ескертіп, үйінен шығып бара жатып, Фирғауынның қарақшыларының көзіне тап болады. Келген қарақшылардан сасқалақтаған анасы баласын жанып жатқан ошаққа тыға салады. Келе сала әлгіндер медбике әйел нағып жүр деп сұрап жатқан жер еді. Босанған Мұсаның еді анасы, пайғамбарға болашақ өзі Алла панасы, медбике әйел жіберіп көмегін әне қарашы, Имранның жас сәби құр емес еді баласы, пайғамбарлық мөрі бар маңдайының арасы, мөрді сезген бұл әйел адамның бұл да дарасы, бұл әйел үйден шыққанын қарақшылар көреді, көре сала Имранның үйіне қарай кіреді, топырлап бәрі күмәнмен баса көктеп кіреді, бөлмесінде анасы емін еркін жүреді, сасқалақтап бұлардан сәбиді салып ошаққа, аузын мықтап тіреді, жанып жатқан отқа сап, қарақшыларға білдірмей жай жүрсіңдер ма деп еді, сіздің үйде әні бір медбике нағып жүр деді, танысы менің болған соң келіп кетіп жүреді, қорғауымен Алланың әкеті жаман немелер босанғанын білмеді, сезінбестен бұл үйден олар шығып кетеді, кеткен бойда анасы ошаққа тез барады, бара сала ошақтың ішіне көз салады, қараса сәби пайғамбар оттары қаттанады, құдіретін сезген анасы бұдан ләззат алады, осылайша жаратқан өзінің сүйген елшісін аман алып қалады. Әл-Қисса. Баласы үшін уайымдап жүрген анасы бір күні түс көріп Алладан аян алады. Аян былай баяндалады: бәленше деген шеберге барып сандық жасатып ал. Ол сандыққа баланы салып, Ніл өзеніне ағызып жібер. Оған ештеңе болмайды деп ескертті. Анасы шығып Мұсаның шеберге дереу барады, мән-жайды айтып боп жатқан дұрыс деп оны санады. Мұны естіген бұл кісі әйелге аң-таң қарады, бала салар ағаштан сандық жасап бер десе, оны неге деп сұрады. Болған істі
қалдырмай анасы баян қылады, ұста естіп бұл жайды оған қайран қалады. Жасап беріп әйелге бала салар сандықты, осымен олар тарады. Ыждағаттап анасы сандыққа оны салады, сәбиді нілге ағызып бетін мықтап жабады. Әлқисса бұл уәзір болған жайды шыдай алмай Перғауынның қарақшыларына айтып қояды. Перғауын оны шақыртып анық-қанығын сұрайын десе, Алла оның есін алып қояды. Одан мардымды жауап ала алмағасын тепкіден әлгі екі көзінен айырылады. Осымен онымен ешкімнің ісі болмай қалады. Бір күні Алла оған есін және көзін қайта орнына әкелген кезде, пұтқа табынушы ұста тек бір Аллаға табынушылардан болған делінген. Енді жырды әрі қарай Мұса Ніл өзенімен ағып Перғауынның үйіне бара жатқан жер еді. Алланың нілімен ағып келеді Перғауынның үйіне. Сандықтағы жас сәби сарайына кіреді. Суда отырған кішкене қызы оны көреді. Көре сала сандықтың бетін аша береді. Ашса оның ішінен жаңа туған жас сәби оған қарап күледі. Сәбиді алып қасына қуанып қызы еріксіз анасына жүреді. Бұны көрген Әсия алып ұшып жүрегі, баланы қалып қасына маңдайынан сүйеді. Сол кезде оны әкелген Перғауынға көрсетіп, көріп оны Перғауын қорқып сорлы бейшара қол аяқтан әлгетті. Өлтіру керек бұны деп құрбандыққа шал депті. Сонда Әсия келіспей аман алып қал депті. Күндердің күні болғанда біздерге болар керегі, әзір бұны өлтірме, ешкімге жоқ қой кедергі дегенде кәпір Перғауын келісіп бұған көнеді. Әсияның бұл сөзін басын ізеп жөндеді. Сонда оның қасына сәбиді әкеп береді. Ұстап тұрып Перғауын өз қолымен баланы үңіліп оны көреді. Мейірімді жас сәби жымиып бұған күледі. Әсияға ат қой деп Перғауын әмір береді. Сол кезде Әсия сәбиге Мұса деп оған ат қойып, тек жақсылық тіледі. Осылайша Алланың қалауымен жас сәбиге Мұса деп ат қойып, осы үйде қалуына Перғауын өзі рұқсат береді. Ендігі мәселе баланы емізетін адам іздеген Әсия ыңғайлы адам таппайды. Келген әйелдердің барлығын Мұса ембестен қояды. Мұсаның анасы Имранның әйелі де өз баласын уайымдап жүретін. Бір күні Мұсаның туған әпкесі Мариям ішінен сезгендей Әсия анамыздың үйіне барады. Сол кезде бесікте жатқан Мұсаны көріп, оған емізетін әйел іздегенін біліп, анасын алып келеді. Әпкесі туған Мұсаның Мариям еді есімі. Перғауынның үйіне алып келген сездіріп, бұл Алланың шешімі. Уайымдамайтын анасы Перғауындай кәпірдің тимес екен деп кесірі. Мариям келіп үйіне сезінгенде жүрегі. Мұсаны көріп бесіктен өзгерді оның іреңі. Жылап жатқан анаға сүт ана еді керегі. Емізетін адамды анасы тұрып сезеді. Әсиядан рұқсат ап анасына келеді. Түсіндіріп мән-жайды анасына айтып береді. Бұған шейін сүт емген ананы Мұса ембеді. Өз анасы келгенде омырауына жабысып, Мұса әбден емеді. Болып жатқан жағдайды Әсия тұрып сезеді. Бұл баланың анасы Имранның әйелі өз жеңгескенін біледі. Әлқисса Әсия Имранның қарындасы еді. Яғни Мұсаның анасы өз жеңгесі болатын. Сондықтан Мариям өз апасының үйіне емін еркін кіретін. Мұса анасын ембегені 8 күн болды делінген. Перғауын оның қатты ашыққанын көріп, емізіп жатқан әйелден сұрайды. Сенің сүтің тәтті ме, өз балаң қайда деп. Сонда емізіп жатқан әйел,
Патшаның әмірі баламды тірі қалдырмады деп айтады. Фирғауын Имранның әйелі екенін білмеді. Баласы өлген бір әйел екен деп қоя салады. Сонда Әсия әлгі әйелге баланы емізуге үйде қалсайшы деп айтып жатқан жер еді. Кәпірде қарсы болмады, кәпірде қарсы болмады. Емізуші әйел келгесін, аң-таң қалды балаға, еміреніп емгесін, Фирғауынға айтпады. Ақылды әйел Әсия өзін туған жеңгесін. Бұл мұсылман, ол кәпір, дұшпанға нық бермесін. Қалдырмақ болды әйелді, дайындап оның бөлмесін. Келіспеді бұл әйел, шаруасын айтып келмесін. Баланы одан маған бер дегенде Әсия келісті. Жеңгесіне сенгесін, Фирғауын да келісті. Уәдесін беріп сол жерде, қауіп оған төнбесін. Енді Мұса өседі. Анасын еміп 2 жыл, Фирғауын рұқсат бересін. Аллаға сенген анасын ендігі жерге мазалап, қарақшы келіп жүрмесін. Сонда тұрып 2 жыл Мұса еркін өседі. Жаратқан Алла қамқор боп қиындықты шешеді. 2 жыл уақыт өткесін, Әсия келіп сарайға, Мұсаны алып кетеді.